Әлі көптен түгіліне жер ізінде бір суалшаны ешегенді. Дүрсірәге жер астында. Әркімге мәғілім суалшанлар балшық, туфрақ орасында ешейлер. Бұл суалшанды әне шолай қараңғы дүнияда балшығынында кипкен өлен қияғыны ятағы етіп ғамыр кешірген. Әлбәтте үстәрі қияшлы дүния барлығын ұлышты білген. Анын да жер үстіне шығасы, шол яқта дүниясын көресі, шол нұрлар, шол қияш нұрлары. Әлбәтте үстәрі қияшлы дүния барлығын ұлышты білген. Анын да жер үстіне шығасы, шол яқта дүнияның көресі, қияш нұрлары білен қазырланасы келе екен. Нихаят нықлы қарарға келіп, суалшан үске yol қазырға кірішкен. Қазы екен бұл, қазы екен, өзі ойлы екен. Көпні суалшан қияш көрірге мініп кетті, бірсі де қабат әйленіп қайтмады. Анда тұрмыш шол қадар яқшым екен неді? Міне тұрғаш, yolunda жарақатленіп, кибіп қырып біткен бір суалшан туғанын ұшыратқан. Суалшан аптырап, не болды сена? Кім сені бұлай қарап етті деп сұраған. Тігісі жауап берген. Менің ғымырым мезгіллерім бітіп келі. Мен қияшны көрдім. Ол шондай деген де тынып қалған. Мұны ешіткен суалшан тағы да қызуырақ қазырға кірішкен. Тезірек қияшны көрірге керек. Нихаят қара туфрақ арасына бірінші қияш нұрлар өтіп кіре башлаған. Сейін ішіннен суалшан тағы да тырышыбырақ ішілерге тұтынған, әм бір икім тұлуда үске қалқыпты шыққан. Міне хикмет, көз алдында гүлт етіп, от емғағы шартлағандай болған. Біраздан суалшан яқтылыққа көнеге түшкен. Қияшның жылы нұрларында құйына изіреп тұрғанда, піше башлауында. Яқындағына қытқылдап ебеше шуар тауықның яқынлашуын да сезмеген. Тауық шуққа балғашқыны аңына келген. Әммәне қадәргені тыпыршынса да тұмшықтан ішқін алмаған. Қай вақыт қиял артынан қуып, аның қорқыныш тұдыруын да сезмейбіз. Бұш қиял артынан қуғаншы, кереклі, файдалы үш ғамәлләр білән мәшғүл болу мәслихат. Бір орманда бейгінған бір тұқыран ешегенді. Күні-түні ағаш көвселеріндегі туыз қайрыларға кіріп ұялаған бішек құртларыны шөплі екен. Ләкин орман үстінде яңғыраған тұқылдау тауышы көплерге тыңғылық бермей екен. Хәтта орман халқы маңа үртеле башлаған. Ойлап қарағыз, иртелерінде, кешілерінде құлақта бір үк тауыш тук. Бір күні орман жәнниклері оланға жиылғаннар да тұқыран үстінен хөкім ерте башлағаннар. Бұл тұқыранны тұтып ашарға керек деген түлкі, мойынын бұрырға керек деген бүрі, тамшығын қысқартырға керек деген бұрсық, шілтелеп қарық мәлі деген қоян. Соңғы сөзіні орман құжасы аю айтқан, орманымыздан қуарға керек, шушы қарарға мүхір суғам деген. Шол айтып тұқыранны орманнан сүргеннер, ол хейш қайғырмаған. Қайда да шол ағаш бетінде ұшқан да кеткен. Ол кеткәш, орман тынып қалған. Ара тирә көкегіне қышқырып қоя, яйса бір нәне қышшық жырсызым шибәрәді. Текілі қәл бұл. Тұқыран кетіп азмы көпмі вақыт ұзғаш орманның жүзі түсі өзгәрі башлаған. Ағашларны хашарат құртлар басқан. Яфрақлары сорғайып кепкен. Орманға қатар ауру кірген. Жәнніклер қабат аланға жиылғаннар, бойында тұқыранны қайтару турында сөз барған. Барысы да қотасын аңлаған, орманның матурлығы, сафлығы шушы тұқыраннан тұра екен. Тұқыран жәнніклердің сөзін тыңлаған әлбәтті, туған орманына кері қайтқан, қайту білән ішке кірішкен, бойылайында аңа біреуді ашуланмаған, үртәлмеген, рәхмәткіне оқып тұрған. Табиғатта да кешелік дүниясында да шулай. Әркімнің өз орны, өз шиғылы бар. Әркім бір-бірсі білән бәйленішті, толы бір шылбырны тәшкил ите. Икенші біреуінің ішін кемсітіп, өзің үшін зиян сала көрме.